Сәлеметсіздер ме YouTube арнасының оқырмандары? Бүгінгі видеода прозрачный шармен конфеттиді қалай үрлеу керегін көрсетемін. Шардың ішіне клейді жағып аламыз. Одан кейін конфеттиді шардың ішіне салуға оңай болсын деп осындай трубаны арнайылап жасап қойғанбыз. Трубканың бір шетіне шардың үрленетін бөлігін қырқып конфетти салу үшін дайындап скотчпен жабыстырып аламыз. Сол шардың ішіне конфеттиларды салып жатырмыз. Конфеттилардың менде осындай 5 түрі бар. Негізі бұдан да көп түрлері болады. Конфеттиларды салып біткен соң шар тұрған жерін гелий баллонға кигіземіз. Трубканың бос жеріне үрленетін шарды кигізіп алып, баллонмен үрлейміз. Шардың ішіне клей жағылған соң конфеттилар шардың жан жағына барып, ішіне жабысып қалады. Ал конфеттиларды бос жіберемін десеңіздер, клейді қолданбайсыздар. Бұл қыз баланы құттықтауға арналған тапсырыс. Барлық шардың ішіне клей жағып, осылай үрлеп шығасыздар. Сіздермен болған мен Гүлзия. Арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып қолдап кетіңіздер. Келесі видеода кездескенше.